Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жүрген кафе-ресторанда екінің бірі заказ беретін қытырлақ баклажан немесе хрустящий баклажан рецептісін бөлісетін боламын. Өте дәмді, өзіме ұнаған жиі жасайтын салаттарының бірі десем болады. Бұл салатты жасап, сразу жей беруге болады. Осындай сырты қытырлап тұру үшін мен сізге арнайы техникасын көрсетемін. Ендеше кеттік. Бізге 2 баклажан қажет болады. Сыртын жақсылап жуып аламыз да, одан кейін 2 жағын осылай кесіп аламыз да, одан кейін картоп ашитын құралымызбен сыртын әр жерінен ашып аламыз. Егер сіздерге сырты ұнамаса, онда түгел ашып тастауыңызға болады. Сыртын ашып болғаннан кейін баклажандарымызды өте ұсақ емес, орташа көлемде турап алатын боласыздар. Мен осылай орташа көлемде турап алдым. Енді үстіне арнайы картоп крахмалын сеуіп, майда қыздыратын боламыз. Азғантай тұзымызды сеуіп, егер сізде картоп крахмалы болмаса, кукуруз крахмалын пайдалана беруге болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Крахмалымызды салғаннан кейін жақсылап баклажан екеуін араластырып аламыз. Себебі картоп крахмалы баклажанымызға сіңуі қажет. Сонда біздің баклажандарымыз әдемі қытырлақ болып шығатын болады. Қызып тұрған майымызға баклажанымызды салып, 2 жағын жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Міне біздің баклажандарымыз әдемі болып қызарып қуырылып шықты. Осылай сүзгінің көмегімен бойындағы майын сүретін боламыз. Сонда біздің баклажандарымыз қытырлап әдемі болып шығатын болады. Бізге 2 қызанақ қажет болады. Қызанақтарымызды орташа көлемде, қатты ірі де емес, кішкентай да емес көлемде турап алатын боламыз. Енді салатымызды жинастырамыз. Мен руколамды алдын ала жуып тазалап алдым. Ыдысымызға руколамызды саламыз. Одан кейін жаңа тураған помидорымызды, одан кейін қуырылған баклажандарымызды салып, үстіне соусымызды құйып, жақсылап бір араластырып аламыз. Мен аройдың осындай кисло-сладкий соусын пайдаландым. Дастарханға қонақтарыңыз әбден келгеннен кейін барып ұсынсаңыздар болады. Себебі біздің баклажандарымызды ысы күйінде жеген абзал. Себебі қытырлап әдемі болып тұрады. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздер де үйлеріңізде дайындап, қонақтарыңызды осындай әдемі тәтті салаттармен қуантыңыздар. Келесі шығатын видеоларымды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.